Тұрсынай қатты намыстанды. Көке, ондай болса мен сізбен сөйлеспеймін. Мен сізден ешқашан ақша сұраған жоқпын. Көмек мен ешқашан ешкімнен сұрамаймын. Аяғының саусағымен кітап жазып шығар. Қайырымдылықпен айналысады. Ақшасының жартысын қайырымдылық қорына аударады. Қанша адамға шапағат етеді. Армысыздар, қандастар. Психологияда үйретілген дәрменсіздік деген бір термин бар. Яғни кез келген адамды, дені сау, аяқ қолы сау адамды сорлы дәрменсіз қылып тастауға болады екен. Бұны енді біздің қоғамда құлдық сана деп айтады. Құлдық сана деген өзіңе деген сенімсіздік, біреу көмектессе екен деген үнемі біреуге жалынышты болу, алақан жайып жүру. Бұны үйретіп тастауға да болады екен, бірақ кейбіреулерді үйрете алмайды екен. Мысалы, циркте қарасаңыз, аң патшасы арыстанды бір жап-жас қыздар қолындағы шыбықпен айдап жүреді. Біреуін емес, бір құрағып айдап жүреді. Не ойына келеді, соны істеткізеді. Анау алып аюды велосипед тепкізеді, пілге жұмыс еткізеді. Былай қарасаң, қалай ол өзінен жүз есе осал адамға бағынып, оның айтқанын істейді. Өйткені оларды осылай дәрменсіз, сорлы біреуге бағынышты қылып тастаған. Бірақ осылардың ішінде, осы хайуандардың ішінде түрлі эксперимент жасағанда, әсіресе иттерге, соның 3-тен біреуі бағынбайды екен. Айтқанына жүріп, айдағаныңа көндіре алмайды екенсің. Олардың рухы бар деген сөз. Бірақ байқайсыз болса, біздің қазақ қоғамында осындай басы ноқтаға сыймайтын, дәрменсіздікке көнбейтін біраз адамдар бар. Бірақ оның саны аздау. Негізгі қоғамда бір 30% осындай болуға тиіс екен. Бірақ біздің мына 17-30 жылдары сүт бетіне шығатын қаймақтарды сылып алып тастағаннан кейін, мен ойлаймын, біздің халықтың мүмкін 90%-дан артамы сол дәрменсіз болуға үйреніп қалады. Бағанағы арыстан сияқты, піл сияқты, аю сияқты. Ал қасқырды ешқашан сахнаға шығып билеткізіп, болмаса велосипед тепкізіп, басқадай істете алмайды. Өйткені қасқырдың рухы мүлде басқа. Қазір сіздерге осы қасқыр рухты адамды көрсетейін бе? Мына видеоны көріп шықсаңыз, соны көресіз. Ноутбук сыйладыңыздар ғой? Мен оны алмай. Мен енді бір ұсыныс жасамақшымын. Менің мынау дүниеге асынып тасынғаным емес, мен Аллаға шүкір жетерліктей бар. Енді сол ноутбукқа мұқтаж адамға бергім келеді. Міне көрдіңіз, тағдырдың қиындығына бас имеген адам, қасқыр рухты адамның қандай болатынын. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз. Осы Тұрсынайға біз кезінде көмектеспеші болдық. Бір бағанағы видеода естігеніңіздей компьютер беріп жүріп едік. Тұрсынай қатты намыстанды. Мені кім деп отырсыңдар сендер? Ол бір кездесуге келген кезде айтуға ыңғайда ғой деймін. Мұхтар Шахановтың мына өлеңін оқыды. Мен оқыдым. Бұл өлең Тұрсынайдың бүкіл рухында бар екен. Болмысында бар екен. Өтудесің, өтесің тағдырларым. Құпиям көп, ұқпаған, түсінбеген. Менің әкем жек көрген адамдарын жалыны жоқ, сорлы деп мүсіркеген. Алдан іңкәр үміттің ізін көрем бойымнан жалын көрем. Мүсіркетпе тағдырым мен ешкімге, мүсіркеген адамның қолын дөлем. Ғасырына өң берген, ерлер аз ба, шапағатын ел көрген. Жас кезінде заманның заңғар ойын меңгерген. Керісінше сақал шашын күнге ағартқан қарттар бар, жасы жүзге келгенмен. Жастық тақ бола алмайды ешқашанда жарлығым. Аяу керек жастық отын ерте өшіріп алғандардың барлығын. Осы өлең мына Тұрсынайдың болмысында тұр. Міне қараңыздаршы, киімін кие алмайды, тамағын іше алмайды, басқа ештеңе істей алмайды, көп нәрсені. Сізбен біз істей алатын, жалпы біздің қоғамдағы 99% адамдар істей алатын істі істей алмайды. Бірақ
аяғының саусағымен кітап жазып шығарып, мен бақытты екенмін деп өлеңін айтып, Қазақстанда қанша адамның рухын оятып жатыр, қайырымдылықпен айналысады, қанша адамға шапағаты тиді. Мен өзімнің қайырымдылық қорымды осы Тұрсынайдың өлеңіндегі бір шумағымен атадым. Жақсылық жасаудан жарысайық деген. Адамдар жек көруді білмейші екен деген өлеңі бар. Сені ренжітіп алдым ба десем, мені кешір дедің бе? Сіз қалды ма көңілде? Жылу өздеген жүрек тоңады неге? Біреулер өмірді өткінші дей ме? Табынып жету масқа бекер ме? Егер шынымен өмір өткінші болса, адамға жақсы көру мен жек көрудің керегі не? Мен аңсаймын әлемді гүлденген адамдар жек көруді білмесе екен, көз алдыма жақсы көрінген сол бір жан жақсылығынан жаңылмаса екен. Досым, келе екеуміз жақсылық жасаудан жарысайық. Біріміз қырдан, біріміз таудан асайық. Сен күн болып жылу сыйла мұздаған жанға, мен ай болып жарық сәуле сыйлайын адасқан жанға. Сөйтсек біздер жағынамыз ба Аллаға, асығайық жақсылық жасауға. Бұдан асыл іс бар ма? Біздер о дүниеге кетсек те атымызды қалар жасаған жақсылығымыз ғана. Ал енді атпалдай азаматтар, не бір қыздарымыз алақан жайып біреуге көмек сұрауда адамның рухының қандай болатынын осы Тұрсынайдан көруге болады. Менен бір-екі рет қарызға ақша алды. Соны кейін мен оны ұмытып кеттім. 3 айдан кейін ба, 4 айдан кейін маған хабарласады. Көке, ана карточкаңның счетін беріңізші деп. Оны не қылайын деп едім. Мен сізден өткен жол ақша алып едім ғой, қайтарып берейін. Соны Тұрсынай, сен онсыз да керемет көп көмектесіп жатсың. Менің тренингтеріме келесің, өлеңіңді оқисың, кітабын шығардық. Кітабының ақшасының жартысын қайырымдылық қорына аударды. Енді менің саған біраз болсын көмегім болсын деп едім. Тұрсынай айтты: көке, ондай болса мен сізбен сөйлеспеймін. Мен сізден ешқашан ақша сұраған жоқпын. Көмек мен ешқашан ешкімнен сұрамаймын деп. Сол кітабын шығарғаннан кейінгі мен екеуміздің арамызда болған әңгімесін тыңдап көріңізші. Бағана айттыңыз ғой, кітапты сатылымға шығарып теңгерімін саған берсек деп айттыңыз ғой. Негізінде мен ол кітаптан пайда болған теңгерімді өзім қалдыма салғым келмейді, өйткені дайынасқа тік қатық болғым келмейді. Егер жақсы бір табысқа кенеліп жатсақ, көмекке мұқтаж жандар көп қой. Сол кісілердің біреуіне табыс етейік дегім келеді. Міне, егер бүкіл қазақтың бойына осы Тұрсынай қаршығандай қазақтың қызының рухын, өрлігін, қайсарлығын беретін болса, бізде керемет қоғам жасаймыз. Бабаларымыз мынандай ұлан байтақ жерді бізге аманат қып тапсырды ғой. Оларға біреу сыйға бере салған жоқ қой. Мә, ай қазақтар, мына жерді сендер иемденіңдер деп. Арпалысты ғой, арыстан шарпалысты ғой. Жеңіл берген жоқ қой. Қазір біздің осылай өмір сүріп жатқанымыз сізбен біздің еңбегіміз, біздің батырлығымыз емес қой, соны мойындау керек қой. Кешегі Керей мен Жәнібек бастаған хандар, соңынан ерген батырлар осы жерді жан таласып жүріп қорғап қалды емес па? Кешегі Алаш ардақтылары бастарын бәйгеге тігіп жүріп, өмірлерін осы үшін қиды емес па? Ал бүгін біз не істеп жүрміз? Жастарға айтатыным, мына Тұрсынайдың өлеңін жаттаңдар, санаңа сіңіріңдер. Қашан сенің рухың түсіп, біреуден көмек сұрағың келеді, сол кезде Тұрсынайдың осы өлеңін: көрерге жарық көзім бар, көкейде өткір сөзім бар, Тәңірден келген өлшеусіз темірдей мықты сөзім бар. Мен бақытты екенмін. Сыйлағанын Алланың не берсе де көтердім. Таудай биік арманға еңбектеп, өрлеп жетермін. Мен бақытты екенмін. Жылытар жанды нұрлы күн, жан жарамды пайымдар. Жол таппайтын түндерде
жарық сәулелі айым бар, мен бақытты екенмін. Жаңбырға ұқсас мұңыма күлкім мен нұр себемін. 100 рет құлап, 100 рет тұрып кетемін. Білемін тағдыр екенін, мен бақытты екенмін. Тұрсынай осындай өлең жазып, кітап жазып, университетке түсіп оқып, Инстаграмнан парақша ашып, кәсіп жасап, аяғымен мынандай кереметті ойыншықтар жасап жатса, біздің күн жаумай су болып, ат үстінен ит қауып, осындай сорлы болып отырғанымызға кім кінәлі өзімізден басқа? Ой салама Тұрсынайдың тағдыры рух берді ме? Олай болса, дәл осы видеоны күн жаумай су болып, біреу алақайын жайып жүрген таныстарыңыз болса, бәріне таратыңыздар. Біз қасқыр рухты қазақпыз. Біздің бабаларымыздың жалауында қасқыр болған. Яғни ол ешқандай қиындыққа мойымайды. Махамбеттің өлеңін жаттаңыздар. Арыстанның белгісі артына қайырылып кеткен соң ақырмайды деуші еді. Қара нардың белгісі жонынан ет кесіп алса да бақырмайды деуші еді. Нағыз ердің белгісі басына қандай қайғы түссе де ақ ұрмайды деуші еді. Бабалардың көрген қиыншылығының қасында біздің көргеніміз не тәйірі? Сол рухты бойымызға сіңірейік, ел болып бірігейік те, қазір бәріміз мына қалған байтақ жерді аман есен алып қалу үшін таңның 5-нен тұрып, түнге дейін ерінбей еңбек істейік, рухымызды түсірмейік. 21 ғасыр қазақтың ғасыры болады. Біз мына Корея, Жапон сияқты еңбек жолына түссек, біз таланттымыз, біздің қанымыз таза, біздің аталарымыз 7 ата араламай қыз алмауды үйретті. Біздің ақыл есіміз басқа халыққа қарағанда әлдеқайда жоғары. Біз әлемдегі ең бай, ең дәулетті, ең білімді халық болып өмір сүруге жағдайымыз бар, хақымыз бар. Барлық қазақ үйлі, күйлі, жақсы көлік мінген, жақсы білім алған, әлемді аралаған, кәсіпкер, миллионер болуға тиіс. Ол тек қана сізбен біздің қолымызда. Және еліміздің тағдыры сізбен біздің қолымызда. 30 жыл біз еркін өмір сүрдік, енді еңбектенетін, қажырланатын, рухымызды шыңдайтын уақыт келді. Келсесіз бе? Келіссеңіз, таратыңыз, комментарий жазыңыз. Біріміздің рухымызды біріміз шыңдайық. Рахмет көргеніңізге. Көптеген адамдар маған, Ахметбек аға, қазақты ойласаңыз, неге сабақтарыңызды тегін бермейсіз? Курсқа қатынасуға ақшам жоқ деп жатады. Осы секілді мыңдаған пікірлерден кейін 12 күндік психологиялық өзгергім келеді атты тегін челлендж бастадық. Қатынасу үшін төмендегі сілтемені басыңыз.